дұға бастаған кезде ең әуелі Аллаға мадақ айту керек. Алланы ұлықтау керек. Алланы ұлықтау керек дегенімізде Альхамдулиллахи Раббил алемин деп айту. Немесе бұның қазақшасын, орысшасын қай тілде тіліңіз келеді, сол тілде айтыңыз. Алла тағала сіздің тіліңізді түсінеді, себебі сол тілді жаратқан өзі. Сол тілді жаратқан өзі түсінеді, еш күмәніңіз болмасын. Екінші талап, пайғамбарға салауат айтыңыз. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Күнделікті кәдімгі әттахияттан кейін оқып жүрген салауатыңызды айтыңыз. Кейін барып қалаған нәрсеңізді сұрайсыз. Дәп осылай, осы тәртіппен жасайтын болсаңыз, дұғаңызды қабыл болатыны ықтимал үлкен. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дәл өстіп дұға жасап отқан кісіге не деген? Дұға ет, дұғаң қабыл болады, сұрағаның беріледі. Дұғаның келесі бір әдебі, құрметті жамағат, дұға еткен кезде сыбырлап емес, айқайлап емес, орта дауыспен дұға ету. Алла айтады: "Уд'у раббакум тадарруан ва хуфия." Сендер Раббыларыңды орташа дауыспен жалбарына сұраңдар. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу даъвата да'i иза да'ан." Егер менен құлдарым мен жайында келіп сұраса, оларға барып айт, мен оларға жақынмын. Дұға етуші дұға еткенде мен міндетті түрде оның дұғасын қабыл етемін деп отыр. Бұл Алланың уәдесі. Біз өзіміздің ісімізді істей білсек, Алла тағала өзінің ісін істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп, бір хадисінде былай дейді: қандай да бір мұсылман баласы қылып жатқан дұғасында күнә сұрап отқан жоқ, күнә жасайын деп. Немесе ағайынмен байланысты үзейін деп сұрап жатқан жоқ. Осы екеуінен тыс басқа бір дұға сұраса, Алла тағала оның дұғасын үш түрлі етіп қабыл етеді. Үш түрлі етіп. Имма ан туаджала лаху да'ватуху, ең әуелгісі оның сұраған нәрсесі беріледі. Немесе оның сауабын сақтап, сұраған нәрсесін бермейді. Сұраған нәрсесінің орнына оның сауабын жинақтап, ақыретке сақтап қояды. Немесе дәл сол дұға еткеннің көлемінде бір жамандықтың бетін қайтарады одан. Сахабалар айтты: "Я Расулалла, онда біз дұға көп жасайық" деп айтты. Ақыры бұлай болатұғын болса, біз көп дұға етейік деп айтты. Қал Аллаху аксар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сендер қанша дұға етсеңдер, Алла тағала одан көп деп айтты дейді. Сендер дұға етуден шаршамасаңдар, Алла тағала бұны беруден сендерге шаршамайды. Демек, мұсылманның баласы дұға етсе, дұғам неге қабыл болмай жатыр деп асықпаңыз. Себебі біздің кейбір арамызда біреулер бар, дұға етеді, бірақ не дейді? Мен дұғам қабыл болмай жатыр деп қайғырады. Дұғасы қабыл болмай жатқан жоқ. Алла тағала оған екінші мен үшінші нәрсені айтып жатыр хадистегі. Оның сауабын ақыретке сақтап жатыр, немесе оны үлкен бір бәлекеттен, үлкен бір қиындықтан аман алып қалып жатыр.